Ассалаумағалейкум ағайын. Бүгін сіздермен қазақтың жиен мен немере деген екі қасиетті ұғымының аражігі туралы әңгіме қозғамақпын. Қазір көп қазақ жиенде немере емес пе деп осы ұғымдарды шатастырып айтып жүр. Бірақ бір сәт ойланып көрейікші. Біздің ата-бабамыз шежіреге, тектілікке бекер мән берді ме? Жиен мен немеренің аражігін ажырата білу, шежірені сақтау, ұрпаққа тәрбие беру деген сөз. Қазақта немере ұлдың баласы, тікелей өз ұрпағың, ал жиен қызыңнан туған бала. Қыз жас жұрттық болғандықтан одан туған бала жиен деп аталған. Бұл жерде ешқандай бөліну, кемсіту жоқ, бұл қазақтың шежірелік тәртібі. Жиен қайын жұрт пен нағашы жұрт арасындағы көпір, жиеннің мәртебесі ерекше. Жиен ел болмайды деген сөзді кейбіреулер қате түсінеді. Бұл сөз жиенді кемсіту емес, керісінше еркелету үшін айтылған. Қазақ шежіресінде әр адам қай атаның баласы екенін нақты білуі керек болған. Ұрпақтан ұрпаққа беріліп отырған шежірелік тәртіпті сақтау үшін жиен мен немеренің аражігі ажыратылып отырған. Мысалы құдалыққа, қыз ұзатуға, нағашы жиен қатынасында әрқайсының орны, салт дәстүрдегі рөлі бөлек. Жиен қашанда ерке болған, жиен төре болады, жиенге сүйек сынбайды деп оны артық еркелеткен. Ал немере ұрпақ жалғастырушы, сондықтан немере шежіренің түбі деп ерекше қараған. Қазіргі қоғамда урбанизация, қала мәдениеті қазақтың туыстық жүйесін ұмыттыра бастады. Шежіре айту ұят, ескілік деп қарау көбейді. Соның салдарынан жиен мен немере ұғымы да бұрмаланып жүр. Қызымның баласы да немерем ғой деп жиенді немере деп атайтындар шықты. Бұл сырттай қарағанда жай ғана сөз секілді көрінуі мүмкін, бірақ ұрпақ тәрбиесінде, шежіре жүйесінде үлкен қателік. Кейін бұл қателік қайын жұрт пен нағашы жұртпен арадағы дәстүрлі қатынастардың жоғалуына алып келеді. Бабаларымыз жиенге әрқашан ерекше көңіл бөлген. Жиен нағашы жұртына еркелейді, ал нағашысы оны жиен құрым деп еркелетеді. Немере болса ата-әженің бауырында өсіп, ұрпақтың жалғасы болады. Жиен қонақ, немере мұрагер. Бұл ұғымдарды ажырату арқылы қазақ ұрпағы текті, шежірелі болып өскен. Ағайын, ата-бабамыздан қалған шежірені, туыстық жүйені сақтап қалу әр қазақтың парызы. Жиен мен немере екі бөлек ұғым, оларды шатастырмайық. Тарихыңды ұмытсаң, түбірің кесілген ағаш секілді боласың. Кім екеніңді білгің келсе, шежіреңді біл.